Сөз депутат Ерубаев Серик Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Депутаттық сауал премьер-министр Бектеновке. Ағымдағы жылдың 10 ақпанында президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында бірнеше маңызды тапсырмалар берген болатын. Ақ жол партиясы ұлттық бизнес пен отандық өндірушілерді қолдайтын партия ретінде президенттің бизнесті қолдау саясатының толыққанды қайта жүктеу жөніндегі тапсырмасына аса назар аударғысы келеді. Президенттің тапсырмасында 1 сәуірге дейін үкімет Атамекен кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, әрбір кәсіпкерге тікелей смартфоннан қолжетімді бірыңғай цифрлық экожүйені құра отырып, мемлекеттік қолдау шаралары бизнестің технологиялық деңгейі мен санатына қарай сараланып, шағын бизнестің күнкөріс режимінен тұрақты даму деңгейіне өтуіне жағдай жасауға, ал шикізаттық емес сектордағы орта бизнестің шаралары дайын өнім нарығын кеңейтуге бағытталу тиіс делінген. Алайда, бүгін өздеріңіз білесіздер, 1 сәуір аталған тапсырма орындалу туралы ешқандай ақпарат жоқ. Айта кету керек, үкімет жаңа салық кодексінің аясында бюджет кірістерінің өсіп отырғанын мәлімдеуде. Расында, ресми деректер бойынша осы жылдардың алғашқы 2 айының салық түсімдері өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 129,4%-ға өскен. Дегенмен, сарапшылардың бағалауынша, осы кезеңде шағын және орта бизнес субъектілерінің қысқарып, жыл басынан бері шағын бизнес субъектілерінің саны 64 мыңға, жеке кәсіпкерлердің саны 67 мыңға азайып үлгерген. Бұл тек салық базасының қысқаруы ғана емес, жұмыс орындарының да жоғалуына әкелетін жағымсыз үрдіс. Бірақ та, жоғарыда аталған салықтық түсімдердің өсуі уақытша инерциялық сипатқа ие болуы ықтимал. Ал бизнес субъектілерінің қысқару үдерісі уақыт өте келе нақты экономикалық ахуалды анықтауы мүмкін. Бұндай жағдай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шағын және орта бизнесті қолдау жөніндегі тапсырмасының маңыздылығын арта түседі. Осыған орай Ақ жол фракциясы келесіні сұрайды. Бірінші, президенттің үстіміздегі жылғы 10 ақпанда үкіметтің кеңейтілген отырысында берілген тапсырмасының орындалу барысын жариялауды. Екінші, әзірленіп жатқан бағдарламада шағын және орта бизнесті қолдауға қандай нақты тетіктер мен шешімдер қарастырылғанын баяндауды сұрайды. Өз тарапынан Ақ жол партиясы, отандық өндірушілер мен кәсіпкерлер партиясы ретінде сол бағдарламаға көптеген жылдар бойы жиналған өз ұсыныстарын үкіметтің қарастыруына жіберуге дайын екендігін мәлімдейді. Рахмет, құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Ерубаев, Перуашев, Еспаева, Барлыбаев, Иса, Нұралдинов.